açıp gelip, ел менен жұрт жиналып беташар тойын жасап, некесін қиып, ауылда қызықты күндер өтіп жатыпты. Ата-енеде бақытты, бала да бақытты, келін де бақытты. Бірақ Құдайдың қырсығына шалынса мінекей қымыранға тістінат дегендей, жазғандардың қуанышы көпке созылмай, түскен келін 6 айдан кейін босанып қойып тағайын. Ел менен жұрттың барлығы жерге қарап, арада сөзге жүйрік жеңгейлер піш-піштасып, содан кемпір шалдар барлығы ақсақалдар алқасы жиналып алды да, қыздың ауылының бір қариясын шақырып алып, қыспаққа алып атыр дейді. Ей, пәленше, өнген өскен текті жер деп, ауылдарынан 6 ай бұрын қыз алған едік. Мінекей, жақсы болмай, қуанышты күндерімізді қысқартып, жүзімізді жерге қаратып кетті. 6 ай болғанда жүкті болып босанып отыр десе, қыздың ауылынан келген қария сондай бір тілге шешен болса керек. Бұлай деп айтады дейді. Ей, алған қыздарың ана біздің ауылдағы палуан пәленшенің қызы емес пе? Ат соғыз. Алған балдарыңды мына ауылдарыңды жармай жүрген жуармек пәленшенің баласы ма? Аз тобыла десе, жазғандар, онда бала нашар болған екен. Анық бала мықты болса, ол 6 ай түгіл 3 айда бір өтіп қыз өттемейді. Сол айтпақшы, мынау мықтылық дегенге мінекей қазақтан нағашыдан келеді. Рахмет нағашылар қауымы. Ойпырай Құданың құдірет. Адам көргіш фрек деген мінекей. Жабақыға жапқан, жабудай шарасқанын қараңыздар ағайын мынау. Тіпа тіл көзіміз тасқа мінекей. Ал, нағашылар қауымы, түгелдей дейге мінекей. Bir düğünet barıp oturumuzdan orunlarımızga. Sodan кейін ән сөйлі жатарымыз. Бауыржан таяр болса, 4 жақтан келген ағаштар қойын.